Астанада Самғау халықаралық театр фестивалінің 6-шы маусымы бастау алды. Шараға Қазақстан қалаларынан бөлек Ресейден, Өзбекстаннан, Қырғызстан мен Татарстаннан келген бас аяғы 12 театр қатысады. Осыған дейін 5 жыл сахнадан сәлем деген атпен өткен театрлар фестивалі биылғы жылы Самғау деген жаңа атқа ие болып жатыр. Ең үздік спектакль, ең үздік режиссерлік жұмыс, және үздік ер адам рөлі, үздік әйел адам рөлдері және қосалқы үздік әйел адам мен ер адам рөлдері үшін. Сонымен қатар үздік сценография. Содан кейін біздің театрымыздың көркемдік жетекшісі болған халық қаһарманы Әзірбайжан Мамбетов атымыздағы сыйлықтар жаңағы арнайы тағайындалып отыр. Фестивальға Қырғызстаннан келген өнер ордасы Қорқыт ата және Маң драмаларына келсе, Самарқанд музыкалық драма театры Лавина қойылымын ұсынбақ. Ал отандық Горький атындағы театр Пушкиннің Евгений Онегин романынан үзінділер көрсетіп, Қуанышбаев атындағы театр қымбатты Памела комедиясын қояды. Үш күнге келсек те фестивальден жаңа дүниелерді үйренеміз деген үміттеміз. Жастар театры Қазанда өнер көрсеткенін тамашалағанмын. Мен онда Қазылар алқасының өкілі болдым. Жастар мықты. Бұл жолғы шараға Қазақ ұлттық өнер университетінің жанынан құрылған театр алғаш рет қатысып, өз бақтарын сынады. Жас өнерпаздар бір емес екі бірдей қойылымды сахналады. Студенттерден құралған жас ұжымға актер Сайлау Қамиев жетекшілік етеді. Ал жастар театры Грузияда өткен комедия фестиваліне қатысты. Халықаралық комедия фестивалінде астаналық өнер ұжымы Шекспирдің «Асауға тұсау» қойылымын сахналады. Спектакльдің шоқтығы биік, себебі халықаралық деңгейдегі бірнеше фестивальде гран-при жүлдесін жеңіп алған. Грузия халқының алдында қазақ тілінде «Асауға тұсауды» ойнадық. Енді мына тіл түсінбейтін болғандықтан көрермен енді оларға барынша біз түсінікті қылып ойнауға тырыстық. Қазақша ойнасақ та, жаңағы мынау мимика дейміз, жестикуляция дейміз, осының бәрін қоса отырып, кішкене өзгешелеу, басқашалау формада ойнауға тырыстық. Біз жаңағы спектакль қойылым ойнап болғаннан кейін өзіміздің Ақан серінің Қараторғай әнін сол жерде салып бердік. Грузия халқы өтте мұқият тыңдады. Ұйып қалды сол кезде. Сонда байқағаным, грузин халқы дауысқа бөліп ән салуды өте жақсы көреді екен. Гори қаласында өткен халықаралық комедиялық фестиваль осымен 5-ші рет ұйымдастырылды. Аталмыш шараға қазақстандық театр алғаш рет қатысып отыр. 10 жыл ішінде талай додаларда топ жарған астаналық өнер ұжымын шақырушылар қатары артып келеді. Біз танымалмыз қазір. Орта Азия мемлекеттерінің 2 жылда бір рет фестивалі болады. Сол қанша фестивалі біз 4-5 фестивальден халықаралық сол Орта Азия мемлекеттерінің арасында жүретін жарыстан біз гран-придің бәрін алдық оны. Олар мойындады бәрі. О жағынан кем деген емес. Біз қай елге барсақ та, біз Ресейде болдық, Түркияда да болдық, көп мемлекеттерде болдық. Бәрі бізді мойындайды. Айта кетейік, жастар театры келесі айда Қыз жібек мюзиклін оңтүстік Кореяда сахналайтын болады. Ал күзде кайырлық көрермендермен қауышпақ. Астана әлем назарында. Осындай атаумен елордада жарияланған байқауға қатысуға 60-тан астам фотограф ниет білдірген. Үміткерлердің суреттері Қазылар алқасына жолданып, үздік фотограф жұмысы анықталады. Это конкурс архитектурной фотографии. Бұл конкурс тек сурет түсіруден тұрмайды. Жарысқа қатысушылардың білуге, үйренуге мүмкіндігі бар. Біз әрбір жиыннан кейін видео шолу жасаймыз. Үміткерлердің еңбектері талқыланады. Сөйтіп, олар өз жұмыстарының бағасын алады. Сурет түсірудегі дағдыларды қалай дамытуға болатының жайлы кеңестер айтылады. Байқаудың басты мақсаты фотосурет арқылы Астананың атмосферасын бейнелетін туындылар сериясын жасау. Қатысушылардың жұмыстары бас қаланың мәдениеті, дәстүрі, шаһар дамуының кезеңдерін айшықтауы шарт. Негізінде менің туындыларым стрит фото және архитектуралық түсірілімдер жаныма жақын. Қала пейзажы ұнайды. Күндізгі және түнгі көріністерді түсіріп жүрмін. 7 жылдан бері осы фото саласындамын. Өмір бойы фотомен айналыстым деп айта алмаймын, бірақ шынында да осы бағыт менің жаныма жақын екенін түсіндім. Басқа жұмыстарымның барлығын тастап, осы саланы меңгеруді бастадым. Үздік жұмыстар ақшалай сыйлықтан басқа елорданың 20 жылдығына арналған Ламастен фото көрмесіне қатыса алады. Аталмыш жоба Астананың 20 қыры мультижанрлық байқау аясында ұйымдастырылған.